Forerunner тұр міне. Toyota тұр міне. $22,000. БУ машиналардың бағаларын барып көрудің сәті түскен сияқты. Мынау міне Chevrolet'тің дилершипі. Мынанда Lexus бар екен. Мен мына Kefler Mazda дегенге келдім. Жігіттерге әрине Forerunner қызық болады деп ойлаймын. RAV4 тұр. 2018 жылға жылыны болайын және кофе ішіп болайын. Міне мынау Hondaның несі сервис центрі. Іші мынандай. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Бүгін міне Америкадағы жүрілген, яғни БУ машиналардың бағаларын барып көрудің сәті түскен сияқты. Естеріңізде болса, алдыңғы видеода жаңа машиналардың бағаларын дилерлерге барып көрсеткем. Егер сіз ол видеоны жіберіп алған болсаңыз, немесе көрмеген болсаңыз, міндетті түрде барып көріңіз. Мен оны осы астында сілтемесін қалдырам, немесе менің каналымды бассаңыз, сол жерде сол видеоны тауып аласыздар. Америкада көлікті екі түрлі адамнан сатып аламыз, иә. Біреуі дилер, яғни олар компаниялар, екіншісі жеке адамдар. Бүгінде осы дилерларға, яғни компаниялардың сатып жатқан, яғни БУ машиналарын барып көрсек пе деп ойлап тұрмын. Себебі жеке адаммен екеуін қоссам, видеом өте ұзақ болып кететін сияқты. Сондықтан бүгінгі видеоны мүмкіндігінше қысқарақ жасауға тырысамын. Әрине айта кету керек, дилерлардың бағалары біраз қымбаттау болады жеке адамдардан гөрі. Бірақ дилерлермен де саудаласуға болады. Егер олар сатқысы келіп тұрған болса, айтқан бағадан түседі, келісуге болады. Енді осы сияқты контентті жиірек көргілеріңіз келсе, лүпіл, яғни лайкты басып жіберіп, каналға жазылсаңыздар. Себебі адамдардың қаралым көп болған сайын, маған жаңа лүпіл басқан сайын, менде шабыттанам. Видеолардың көбірек түсіруіне, аптасына 2 видеоға дейін түсіре алатын менің мүмкіндігім бар. Бірақ ол үшін сіздің қолдауларыңыз керек, яғни сіздерден сұраныс керек. Және басқа қандай тақырыптарда видео көргілеріңіз келеді, оны комментқа жазып кетіңіздер. Мен оның барлығын өзім оқып, өзім жауап беріп отырам. Мен өзім көбінесе көлікті жеке адамнан сатып аламын, және сол көлікті жеке адамнан сатып алу процесін басынан аяғына дейін сіздерге көрсетуге тырысамын. Ол видеоны келесі 3-ші бөлімде күтіңіздер. Әрине 4-ші, 5-ші бөлімде болады көлікке байланысты. Өйткені осы көлікке байланысты көп сұрақтар болып жатыр. Junkyard дейді, авторазбор. Авторазбор қандай? Сол авторазборды көрсетпекпін. Содан кейін мынау машинаны жөндейтін эстолар қандай болады, дөңгелек сататындар қандай, дөңгелек қанша тұрады. Қысқасы, осы машинаға байланысты сериямен бірнеше видео түсірмек ойым бар. Себебі көп сондай сұрақтар, сұраныстар келіп жатыр. Алдыда әртүрлі қызық видеолар болады, және адамдармен де сұхбат болады. Мықты қыздар, жігіттер бар, осы Америкада қызмет етіп жүрген өзімізді қазақтың қыз жігіттері. Солармен де керемет видеолар болады. Оны да күтіңіздер. Әртүрлі қызықтар алда. Енді көп созбайық, барып көліктерді көрейік. Сол жерде әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Мынау міне Chevrolet'тің дилершипі, яғни мынандай Chevylарды сататын жер. Бұларда енді бушный машина, яғни пайдаланылған бар ма, жоқ па, нақты білмеймін. Қазір көрейік. Бірақ міндетті түрде болу керек. Бар сияқты. Қазір байланып көрейік. Қандай көліктер бар екен. Camaro тұр, 14 жылғы. Кәне, Honda тұр, Accord. Білмеймін енді бағалары бар ма екен. Жалпы міне Tesla тұр. Ар жақта әртүрлі көліктер бар екен. Көбінесе енді Chevylар екен. Міне мынау Honda 2014 деп тұр. Accord екен. Мына жерде міне ақпараты тұр. 2014 жылы Honda Accord дейді. 156 мың жүрген. 2-де 4 дейді. Мұнда көрермендер айтып еді. Айына дейін айтшы деді. 2014 жылғы машина болса, бұл 14 емес, 13 жылғы екен негізі. Техпаспортты 14 жыл алған, 8 ай. Бағасын білу үшін скан жаса дейді. Қазір мен бағасын бұның сканермен біле саламыз. Ол оңай. Сайтында тұр деген сөз бағасы. Бұл жаққа жазбайды, бірақ сайтына жазып өзгертіп жүрмес үшін. Кожа екен. 2014 жылғы Honda. Қазір мен бұның тез бағасын қарап жіберейін. Hondaның қанша тұратын. Мына 2023 жылғы ES 350 F Sport бағасы $46,000 екен. Қызыл комбинированный кожамен.
$46.000. 2023 жылғы жаңа машина. Кәне, BMW-ні сүйетін адамдарға BMW-ның бағасын көріп жіберейік. Бұл BMW 2020 жылғы екен. Қазір қараймыз. 2020 жылғы BMW 530 айка 35 мың жүрген 2 литр. Міне, түрі мынандай. Ақ түсі әдемі екен. Өзіме жалпы ақ немесе осындай сұр түсін айт. Мына BMW-ні көрдік. Мына Lexus-ты көрдік. Ары қарай Genesis-тер тұр. Mercedes тұр. Оның ар жағында Lexus тұр, BMW тұр, Acura тұр. Мына жақта да міне Mercedes-тер тұр әртүрлі. Қысқасы машина өте көп. Кәне, бәрін аралап көріп шығайық. Мыналар қалай? Мына Genesis 2021 жылғы екен. Салоны қара. Мына 21 жылғы Genesis-тің бағасы $54.000 екен. Өйткені пробегі 9.000 ғана. Genesis енді бұл корейлердің люкс машиналары ғой енді. 4WD екен, сол үшін шығар. Бұл жақта тағы бір Genesis тұр. Бұны қарамай қояйық, 23 жылғы екен. Мұнда бір Mercedes тұр, бірақ оның бағасын жазбапты Mercedes-тің. Мына BMW тұр, бұл қатты қызық емес шығар деп ойлаймын. Мына Volkswagen-ді көрейік, Қазақстанда енді бар көлік қой бұл. 2023 жылғы Volkswagen екен. Іші қара салоны. Бұл Golf GTI екен. Пробегі өте аз, 23 жылғы 1287 ғана жүрген, $39.000 тұрады. Golf осы. Қане, басқасын көрейік. Мұнда Audi тұр. Енді бұл Audi'ді білмеймін, қатты қызығам екен адамдар. Біз жақсы көретін Lexus RX тұр. 2021 жылғы RX. Hybrid F Sport, яғни Sport Package. Бұл біраз жай Lexus-тан гөрі сәл қымбаттау болады, менің білуімше. Салоны қара екен. Пробегін көрейік. Қанша жүрген? 2021 Lexus, яғни Hybrid 450H. 19.620 ғана жүрген. Бұл Lexus-тың бағасы $49.000. BMW тұр. X5 23 жылғы $63.000-ға. Өйткені бұл гибрид, яғни тоқпен жүреді. Мына жерде міне тұр. Тоқпен зарядтауға болатын BMW. Менің білуімше бұл тоқпен 45 мильма жүреді. E-Drive, 2023 жылғы пробегі 26 мың ғой. 2020 жылғы Acura тұр. Менде бұрын дәл осындай болған, алдында өте жақсы көрем. Өте жақсы көлік. Мынау A-Spec екен. Бұл комплектациясы, жоғары комплектация ғой, A-Spec. Бұл енді бағасы қымбаттау. $35.000 ғой дейм бағасы. $35-36 мың. Қазір сайттан қарап қоям. 20 жылғы 50 мың жүрген, 49 мың. Керемет көлік. Мен өзіме ұнайды Acurалар. Үш қатар. Полный привод екен. All-wheel drive. Мына жақта міне Американың сүйікті машиналары міне. Corvette, Camaralar тұр ар жақта. Audi, Mercedes тұр. Міне, кішкентай ғана Sonic тұр. Chevy. Мына жағымен жүрейінші. Бағасы $10.000 екен мына машинаның бағасы. Бағасы 2016 жылғы $10.000. Жалпы мына дилершипте баға кішкене қымбаттау сияқты. Енді түсіреміз деп тұр. Дегенмен де қатты арзан емес екен бағасы. 75 мың жүрген 2016 жылғы. Мынандай 2023 жылғы GLS тұр.
Мерседес. Бағасы бұның $83.000. 2023 жылға 21 мың жүрген. $83.000. Іші мынандай ашық түсті екен. GLS 450. Оның ар жағында BMW тұр. X5. 2021 жылғы 22 мың жүрген. Twin Turbo дейді. Түрі мынандай міне. Адам тексеріп жүр бір нәрсені. Бұл BMW-ның бағасы $50.000 екен. 21 жылға 22 мың жүрген. Бұлар енді соғылмаған машиналар ғой. Мына жақта бір BMW-дан кейін Kia тұр. Kia болғанда 2018 жылғы дейді. Kia Sportage екен. Салоны қара. Sportage 2018 113 мың жүрген. 2.4 мотор. Түрі мынандай. Мынандай Lexus бар екен. Бағасы $34.000. UX деген. Гибрид Lexus. $34.000-ға. Кішірек қана Lexus. Алматының ішіне өте әдемі болатын сияқты. Компактный. 2020 жылғы $34.000. Бұның пробегі аз болғаннан кейін сәл қымбаттау. Америкада жалпы машиналар пробегі аз болса өте қымбат жүреді. 31 мың жүрген 20 жылға. 34 мың. Мен мына Kefler Mazda дегенге келдім. Kefler Mazda бұл мына арт жақта тұрған негізі осы Мазданы сататын компания. Яғни жаңа Мазданың дилері ғой. Бірақ бұларда қашанда жүрілген көліктерде болады. Сол жүрілген көліктерін қазір көрейік деп келдім. Мына менің артымда тізіліп тұрғанның барлығы осы жаңа Маздалар. Міне Мазда неше түрі тұр. Жинақ қойған. Қазір мына арт жақта стоянкасы, яғни паркинг лотына барып жүрілген машиналардың бағасын көрейік. Forerunner тұр міне. TRD екен. Яғни жолсыз, яғни бездорожьеға дайындап қойған TRD заводской. Өз заводтың өзі жасаған. Бағасы $40.000 екен. 2019 жылғы объемы 4 литр. Пробегі 39.826. Яғни пробегі 40 мыңдай. Өзінің бағасы да сол $42.000 деді ғой. Түрі мынандай міне. $42.000. Шыдыруға дайын. Тау-тасқа. Бұл енді тек неге арналған ғой енді. Бездорожьеға TRD дейді. Дөңгелектерді жақсы екен. Таза $40.000. Сатушыдан сұрадым жаңа. $40.000 дейді бұның бағасы. Люк бар екен. Салон қара, кожа. Бұлар енді жолсызға демесе, негізі кузовтар ескірді ғой. Бұларда баяғы 2004 жылдан бері ма, қай жылдан бері осы кузов жасайды. Негізі тозды бұл машиналарда. Жаңалау керек қой. Шымнандай. Негізі мұна мен келіп жатқан дилерлар, бұлар қымбаттау машиналар сатады. Жақта міне Lexus тұр, қара. Көрейік, бұл қандай Lexus екен. Бұл 2021 жылғы Lexus екен. Мұнаның бағасы $37.000, $37.900 дейді. Бірақ енді түсіреміз бағасын дейді. Қанша түсетінін білмеймін. 2021 жылғы RX 46.000 жүрген. Бұлар енді пробектері жағында айланбаған, оригинал. Мынада үлкен дилерлар, заводтың дилерлары бұлар өтірік айтпайды негізі. Бұлар тек жақсы машиналарды алады. Сол үшін бұлардың көліктері қымбат болады. Мынандай машина $31.000 дейді. Lexus NX деген машина. Бұл енді RAV4-дің базасында жасалған кішірек қана машина. 20 жылғы пробегі 47 мың ғана.
әрине түсіруге болады бұны. Жақсы, компактный машина. Жанында XLE RAV4 тұр. Көріп жіберейік, RAV4 2018 жылғы деп тұр. Іші қара екен. RAV4 қанша деп жатқанын көрейік бағасын. RAV4 2018 54 мың жүрген. Әртүрлі машиналар өте көп. Kia тұр міне. Subaru тұр, Hyundai. Қысқасы әртүрлі. Солардың ішінде менің көзіме Forerunner түсіп тұр. Біздің жігіттерге әрине Forerunner қызық болады деп ойлаймын. Қане, бағасын көрейік. Ақ, түсі жақсы екен. Табалдырық аласа көрсетеді екен, бірақ бұл Forerunner'дың салоны қара екен. 2019 жылғы 63 мың жүрген. Әрине соғылмаған. Иесі біреу ғана болған. Carfax та бар екен. Бұлардың барлығында Carfax бар, әрине. Бұлар тек Carfax таза. Көбінесе бір-ақ адам айдаған машина алады. Бұндай дилерлер, яғни Кефер Мазда біз қазір келіп тұрған. Мұнда Lexus тұр. Қане, көріп жіберейік. Бұл не Lexus екен? 2022 жылғы Lexus екен. 18 мың ғана жүрген. Жаңа машина екен. ES қой, Lexus ES 2022 жылғы. Бұл IS 2021 жылғы 42 мың доллар тұрады екен. Компактный машина IS деген. Мұндай тәгі жоқ, бірақ мен сайттан қарадым. IS 150 42 мың доллар тұрады. Мұна Lexus 39 мың 600 доллар дейді. 39 мың 600 RX. Салоны қара, 21 жылғы, пробегі 31 мың ғана. Бірақ адам айдаған дейді. Осындай машина. Мұнда Subaru тұр, және басқа көліктерде тұр. Toyota'ның өзінде бушный, яғни пайдаланылған машиналар. Мысалы Lexus 21 NX Lexus деген 30 мың тұрады екен. Жақта міне Audi сатып жатыр. 11 мың 15 жылғы екен. 11.995 дейді Audi. Мына жақта Toyota тұр міне 22 мың доллар. Toyota анау кішірек HV ма не, сондай Toyota. 22 мың доллар дейді. 21 жылғы Toyota. Жоқ, 20 жылғы екен. 24 мың 425-ке сатқан екен. Қазір 21-ге түсіріпті бұл Toyota'ны. Сондай кішірек Toyota тұр міне. Toyota центрдің өзінде. Яғни бушный Toyota. Бұның бағасы компактный кішірек екен. Алматының жолдарына әп-әдемі. 22 мың 995, яғни 23 мың доллар екен бұл Toyota. Мынандай іші. Әп-әдемі. Компактный. Алматы үшін әдемі машина. Мұнда Kia бар екен. Kia 17 мың тұрады екен. Kia Soul ма сондай. 20 жылғы. Мынандай Certified деген тексеріп қойған Toyota'ның енді былайша айтқанда өзі гарантия беретін бушный Corolla тұр міне. Бұл Corolla'ның бағасы 22 мың долларға сатып жатыр бұл Corolla'ны. 21 жылғы Corolla 22 мың доллар. Тағы түсіруге болатын сияқты саудаласып. Тундра бар 31 мың дейді. RAV4 тұр 2018 жылғы RAV 21 мың доллар дейді. Көрейік бұл RAV-ты. Салоны қара екен. Мында Jeep бар екен 18 мың долларға. Mazda бар екен 15 мың долларға. Тағы не бар? RAV бар екен, RAV4 2019 жылғы 29 мың доллар тұрады дейді. 2023 жылғы мынау
Forerunner екен. Бұл $47,000 дейді. Mazda $30,000. Мынау не? Chevy бар екен. $42,000. Мұнда Toyota бар екен. $30,000. Гибридный RAV4 бар екен. $35,000. 22 жылғы. Highlander $42,000. 22 жылғы Highlander $42,000. Мен Hondaға келіп қалдық. Pre-owned дейді. Мынау Hondaның бушный, яғни жүрген машиналарын сататын бөлім екен. Әртүрлі Хондалар. Бұл бөлімде өз адам бар ма, жоқ па, білмеймін. Жұмыс істей ма. Бірақ факт, мына жақта машинаның саны өте көп, түрлері де көп. Жаңа Хондалар деген міне жолдың екі жағына тізіліп тұр. Мынау Акуралар. Мен өткенде жаңа машина түсіргенде осы Хондалардың барлығын түсіргем. Сөйтсем, дыбысы жазылмай қалыпты. Құр видео жазылыпты да. Сонымен Хонданы қоса алмағам. Міне мынау Hondaның несі, сервис центрі. Мына жігіттер міне спорт жетіп жатыр. Машинасын қалдырып жатыр ғой. Әдемілеп түсіндіріп жатыр. Мынандай Camry көріп тұрмын. SE дейді. Қазір көрейік. 2013 жылғы Camry. 130,000 жүрген. Салоны қара. Мынандай екен. Есігі ашық екен Camry'дің. 2013 жылғы 50 болуға бұл, е? Мынандай есе қойған екен. Кожа таза екен іші. Мынандай RAV тұр міне. Кожасы бежевый кожа. 2017 жылғы Limited екен. 84,000 жүрген. RAV4 Limited болған екен, комплектациясы жақсырақ болады ғой. 2018. Дала біраз суық. Содан кейін Hondaның ішіне кірдім, жылынып алайын, және кофе ішіп алайын ыстық деп. Жалпы мен бір ой келіп тұр. Бәрібір мен бушный машиналарды көрсем, олар бағаларын сайттан барып көр дейді, жазылып тұрмайды. Екі жұмыс сияқты. Сол үшін ой келіп тұр. Үйге барып, сайттарды ашып, машиналардың суретін көрсетіп отырып, видеоны солай түсірсем ба деген. Міне Highlander тұр. Қазекем өте жақсы көретін көлік. Бұл 2018 жылғы 3.5 72,800 жүрген машина. Іші мынандай. 72,000 жүрген дейтін миль. Кожалар енді көп жыртылмаған, 72,000 жүрсе де. Үшінші қатары бар міндетті түрде. Дөңгелектер жап-жаңа екен. Артында міне фарковы бар екен. Өзі Limited екен. Америкада бұл өте популярный прицеппен жүру деген. Бұған категорияның керегі жоқ прицепке. Кез келген адам прицептеліп жүре береді. Мен де өзім талай прицеп білгем. Соның дәл жанында XLE жаңғана Highlander тұр. Мынау міне ескісі, мынау жаңарағы. Бұл Highlander туралы ақпарат қарайықшы, не деп тұр. Бұл 2022 жылғы дейді. XLE екен, 21,000 жүрген дейді. Kia Sportage тұр. Ақ түсті. Бұл 2020 жылғы екен. Хонданы біраз араладым. Парковкасы өте үлкен, міне көріп тұрсыздар ғой. Машина деген өте көп. Тек осы бір Hondaның дилерінің өзі біздің Алматыдағы авто базар бар ғой, Барс па. Сол сияқты болатын шығар деп ойлаймын. Мен сондай болмаса да, соның бір жартысындай болатын шығар. Тек бір дилердің машиналарының саны. Қарасаңыздар, міне өте үлкен.
Бұның барлығын енді аралап қарап шыққанда оңай емес. Сондықтан мен қазір үйге барып, қалған машиналарды сіздерге онлайн көрсетейін. Сол жақтан нақты бағасын көре аламыз және көбірек машина көре аламыз. Бүйтіп аралағаннан гөрі. Кеттік онда үйге барайық. Мен компьютерімді қолға алайын. Сөйтіп бағаларға бір шолу жасайық. Сол жерден арзандау машиналарды да көрсетемін. Үйге келіп, видеоны монтаждап бастағаннан кейін менің видеомның ұзақтығының 25 минуттан асып бара жатқанын көрдім. Содан кейін видеоны осымен тоқтатуға бел байладым. Оған ренжімеңіздер, уәдемді бүгін орындай алмайтын сияқтымын. Егер мен 10 мыңнан төмен көліктерді қоссам осы видеоға, бұл бір 40-50 минутқа созылайын деп тұр. Мен енді ондай ұзақ видеоның болғанын қаламаймын. Адамдар шаршап та кетеді. Сондықтан рұқсат етсеңіздер, бүгін осымен видеоны тоқтатайын. Үшінші бөлімде осыны жалғастырамын деп ойлап тұрмын. 5 мыңға не алуға болады, 7 мыңға, 10 мыңға, тіпті 3 мың долларға Америкада қандай көлік алуға болады, соның барлығын келесі видеода қамтуға тырысамын. Осы каналдың ары қарай дамып, контенттердің саны және сапасы арту үшін сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Ол үшін бас бармақты бас жіберіп, каналға жазылсаңыздар болды, немесе өздеріңіз көргісіңіз келген тақырыптарды комментарийға жазсаңыздар жақсы болар еді. Ал егер жазылып қойған болсаңыздар, бармақты басып жіберген болсаңыздар, алла разы болсын. Қай жерде жүрсек те қазақ тілінде сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Аман есен сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.